Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызды миксерлейміз. Шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Шекеріміз еріген соң сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Жылы сүтімізге осы массаны құйып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Ұнымызды, какаомызды, разрыхителімізді араластырып, електен өткізіп аламыз. Осы қоспамызды үшке бөліп саламыз. Бірден бәрін салып жүрмеңіздер. Үшке бөліп араластырып аламыз. Қалауларыңызша жержаңға қоссаңыздар болады. Мен кішкене жержаңға қостым. Дайын болған массамызды ыдысымызға құйып 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Үстіне шоколадный ганажды қосамыз. Үстіне ганажымызды құйып, жержаңғақ себеміз. Өте дәмді пирог, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.